Армысыздар, ардақта ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидар қауышып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, кезектегі телебағдарламамызды бастаймыз. Науаи облысының Тамды ауданы ежелден қазақтар шоғырланған жер. Шөлді шөлейт аумақтағы отандастарымыз әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани да аса бай, шетінен шығармашыл, өнерпаз, сонымен қатар ұлттық құндылықтардың нағыз жанашыры. Бұл пікірімізді қазір сіздердің назарларыңызға ұсынғалы тұрған бейне таспамызда айқын дәлелдейді. Ауданда мектеп оқушылары арасында көптеген мәдени іс-шаралар тұрақты өткізіледі. Солардың қатарында дәстүрге айналған ән-күй байқауының орны бөлек. Ағымдағы жылыда аталмыш іс-шара өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Аудан әкімдігінің бастамасымен қолға алынған өнерлі жастар арасында байқауды өткізуден көзделген негізгі мақсат өскелең ұрпақты жан-жақты кемелдендіру. Бұл шараны ең бірінші рет 2016 жылы ұйымдастырдық. Шыны керек, басында бұншалықты кейін неғып кетеді, өте дамып кетеді деп ойламадық біз өзімізде. Біздің басында мақсатымыз жастарға ұлттық өнерді насихаттау, өзіміздің жастардың өнерге деген, музыкаға деген қызығушылығын арттыру, сол мақсатта ұйымдастырған едік. Бірақ бүгінгі күнде бұл ән-күй байқауымыз өте үлкен уровень дәрежеге жетті. Соншалықты ең бірінші жылы 2016 жылы ұйымдастырған кезде мектептерімізде көп болса, әрі барса, әр мектебімізде 5-6-10 шақты домбыра тартатын адам бар еді. Қазір біздің Тамды аудандағы кез келген мектепке барып қарасаңыз, 30-40% оқушысы домбыра тартып біледі, ән айтып біледі. Азғантай болса да мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз, бірақ біз бұнымен тоқтамаймыз. Қолымыздан келгенше, шама шарқымыз жеткенше бұл істерімізді жалғастыра береміз. Өнер ешқандай ол білімге кедергі келтірмейді, оған ешқандай ол артықшылық қылмайды. Бұларды жақсы жағына оқушыларымызды тәрбиелесе тәрбиелейді, бірақ ешқандай да олардың артықшылығы жоқ. Бірнеше жылдан бері бас жүлдені қолдан бермей жатқан Тамды ауданы Сөкіт ауылындағы нөмір 7 жалпы орта білім беретінің мектептің оқушылары биылғы да өте бір керемет
қойылымдарымен көпшілікті таңдандырды, тамсандырды. Жыл сайын өткізіліп жатырған осы өнер жастар ән күй байқауы біз үшін, яғни қазақ жастары үшін, жас ұрпақ үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Өйткені біз әр жыл сайын өзіміздің өнерімізді көрсетіп, қазақ халқы өзінің ана тілін, салт дәстүрін, өнерін ұмытпай жылдан жылға жанданып келе жатыр. Оркестрі мектебімнің облыста жүлде алған. Календар ата Шәкір ағай негіз салған. Кейінгі жылдар жас өнерпаз ұстаздардың дайындығы талайды таң қалдырған. 7-ші мектеп біз сөкітті жақтанбыз. Өнерді сүйіп, өнермен елге жаққанбыз. Рұқсат берсе көрермен қауым қуаттап, көп жарылған жастар өнерімді біз де бастармыз. Дарынды талантын тани білуде қайсы қырына мән бердіңіз? Ең бірінші оқушылардың дарынын арттыруда, олардың қабілетіне қараймыз. Домбыраға қабілеті бар оқушыларды мектептегі үкілі домбыра ұлт аспаптар оркестрі үйірмесіне қабылдап аламыз. Қазіргі күнде мектебімізде 30-дан астам оқушы домбыра үйренуде. Осы байқауға бізге көмек беріп жатқан оқытушыларымызға, ата-аналарға, баршаларыңызға алғысымызды айтамыз. Биылғы байқауға дайындық қалай болды? Дайындық өте күшті болды. Бізге ағайлар, апайлар өзі дайындықты көрсетті. Және ағайлар, қазір апайлар бізге дайындықты өзіміздің дайындаған ағайымыз Ғарифулла ағайға өте рахметімізді айтамыз. Ендігі жыл тағы да бұдан да жақсы өнер көрсетіп, алдағы орында қаламыз деп үміттенеміз. Жалпы сіз бірнеше жылдан бері сол дәстүрге айналған байқаудың негізі қазылар алқасының мүшесісіз. Өзгеріс қалай өткен жылғыдан биылғы балаларда? Енді бүгін Тәуелбайдың Талбесік атанған Тамды ауданында осындай керемет өнер байқауы өтіп жатыр. Ұлттық сарындағы дәстүрлі өнерімізді дәріптеп, насихаттап, мінекей бүгін үлкен мереке десек те болады. Енді мен көрші Үшқұдық ауданынан келіп отырмын, осы мен екінші рет келіп отырмын. Мына өнерпаз балаларымыздың талантын бағалап, қазылар алқасында болып отырмын. Оған өте қуаныштымын, себебі өткен жылғыда да үлкен әсермен оралған едім. Енді осы жылда балалардың өзгеше басқа қырынан да жақсы дайындалғаны көрініп тұр. Өте жақсы дағдыланған, әрбір көрсетіп жатқан нөмірлері, әрбір өнерлері ерекше адамды өзіне тартатын сондай әсерде өтіп жатыр. Енді жалпы кіл жерікті кім жерік екенін қазір соңынан білетін боламыз. Әзірге балалардың бабы да бағы да келіскен деп ойлаймын. Жалпы жырау ретінде, белгілі ардагер өнерпаз ретінде сіздің пікіріңіз қалай? Мен өзім көп жылдан бері қазылар алқасында болып келемін. Мына осы мектеп аралық дәстүрлі байқау жылда өтеді. Сол бәріне қатысып жатырмын. Жылдан жылға өте жақсы. Тәуелбайлық таланттарды шыңдайтын шарада жас өнерпаздар 6 шарт бойынша өзара сынға түсті. Оқушылар дарыны мен қабілетін, сондай-ақ бойындағы ұлттық өнерге қызығушылығы мен сүйіспеншілігін топпен ән айтып, домбыра сүйемелдеумен терме, дәстүрлі әндер орындап, ұлттық би билеп, оркестрмен күй тартып, сондай-ақ жүргізушілер актерлік шеберлік бойынша, яғни әдеби шығарманы мәнерлеп оқу, өзін таныстыру, қысқа қойылым көрсету өнерін көпшілікке паш етті. Ауданымыздағы жас өнерпаздардың ән-күй сайысын өткеріп жатырмыз. Бұл сайыстың мақсаты жастарды өнерге баулу, келешекте жастардың тәлім тәрбие, отанды сүю, елін сүю, салт дәстүр, осы барлығы осы ән-күй байқауында қамтылып кетеді. Елбасымыз тарапынан бүгінгі күнде біздің ауданымыз жастары үшін де көптеген қолайлықтар жаратылған. Біздің ауданымыз жастары үшін Науаи, Бұхара, Самарқан облыстарындағы жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндіктер берілген. Бүгінгі күнде жастарымыз
68 балл жинап, грант негізінде жоғары оқу орындарына түсіп, көрсеткіштеріміз көтерілді. Міне қала берсе мектептеріміздегі кадрлер мен тәміндеу мәселесі бойынша да арнайы президентіміздің қаулысы қабылданып, осы қаулы негізінде бүгінгі кадрлерге болған талаптарымызды қанағаттандырылды. Кезінде Бауыржан Момышұлы арнайы келіп, Тауелбай қазақтарының қаймағы бұзылмағанын айтып, мәдени өміріне қанық болып кеткен екен. Ал ұлы композитор Шамшы Қалдаяқовтың да бұл киелі жерге табаны тиіп, құттарыған елге деген сезімін қайталанбас тамды аруы әні арқылы жеткізгенін білмейтін қазақ болмаса керек. Одан басқа қаншама қоғам қайраткерлерінің, мәдениет жанашырларының, ұлы тұлғалардың бұл ел жайлы ыстық ықыластарынан туындаған пікірлері де аз емес. Сондықтан болар, осы өлкеде өмір сүретін әрбір жан өнерден кенде болмаса керек. Өйткені тәуелбайлықтардың басым бөлігі ұлттық аспаптарда шебер ойнап, тамылжыта ән салады. Сондай-ақ көргенімен көңілге түйгенін шеберлікпен өлең шумақтарында бейнелей алады. Ашып тастап қазына жиған сандығын, әр тасынай тіл бітіп тұр таңдының. Хабар ән бүгін кереметіне шұғылақ үйіп жарқыны нұрын таудың құбылған алтыны жұлдыздарға самғап бара жатырмыз қиял жетпес осынау мұнай арғыны тұңғиық сүргініп тұрған құшағы Бұлақ көрсең көзін аш дегендей жас оқушыларымыздың, жас таланттардың үйретіп, оларды сахнаға алып шығып, халыққа танытамыз. Мінекей осы ән байқауында осы қатынасып отырған барлық мектепке сәт сапар тілейміз. Барлығы да жүлделі орынға лайықты, барлығына қуаныштымыз. Барлық Өзбекстан халқын әз наурызбен құттықтаймын. Осы әз наурыз Өзбек еліне жаңару, жақсару, жақсылықтарын алып келген болсын. Кезектегі топ Тамдыбұлақ ауылындағы нөмір 4-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқушылары. Балалар, сендердің шығарымдарың өте жоғары деңгейде шықты. Дайындық қалай болды? Дайындық жақсы болды. Мектептегі қобалжулар, сахнадағы қобалжуларды жеңіп шығып, халыққа өз өнерлерімізді көрсеттік. Жалпы сендердің көңілдеріңнен шықты ма? Шыны керек, өзіміздің көрсеткен өнер, сахнада көрсеткен өнеріміз өзіміздің көңілімізден шықты деп ойлаймыз. Бізге ең бастысы халықтың көңілінен шықса болды өнеріміз. Байқау сендерге не берді? Байқау біздерге шабыт берді, абырой берді, шындық берді, көп нәрсе берді. Достарың айтарың? Достарымызға айтарымыз барлықтарына сәттілік, ал өзімізге жеңіс. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Біздің 12-ші мектептің оқушыларым күшті дайындықпен келді деген ойдамын. Себебі дайындық өте күшті болды. Неке мен оқушыларым өздерінің дайындықтарының нәтижесін көрсетті деп ойлаймын. Міне халықтың сонша қошеметі, барлығына біз өте разы болдық. Осы тұрған барлық оқушылардың барлығына рахмет айтамын. Терме шарты бойынша мен өнер көрсетіп шықтым. Терме бойынша Майлы Қожаның жақсы бір адамын қартайса термесін алып шықтым. Бүгін барша мұғалімдердің, тәлімгерлердің айтқан ақыл ой кеңестерін ескеріп, ойдағыдай алып шықтық деген ойдамыз. Барша келген мектептерге сәттілік тілеп қаламыз және
осындай сайыстардың әр жылы болып тұрғанына қуаныштымыз. Бұл байқауға біз өте қатты дайындалып, қаншама күндерімізді дайындықпен өткіздік. Мен осы қатысқан мектептерге жеңіс, сәттілік тілеймін. Мектебім 16, биік болсын тұғырың, өз мектебі сүйетін оқушының бірімін. Шәкірт болған ұстазға үлкендердің ізімін, мектебім деп жүгірген рахат ауыл қызымын. Бір бөлшегі боламыз, үлкен аудан Тамдының, ұйымшыл ел бірлігін көрсетті биыл ауылым. Тамсандырар көргенді, біздің рахат гүлденді. Рахаттықтар бас қосып, 50 жылдық той берді. Сол ауылдан бұл мектеп, оқушылар өнерлі, 50 жылға сыйлық қоп, жүлде алсақ деп келді. Мүмкіндіктер қазіргі елбасының арқасы, аман болсын әрқашан Өзбекстан патшасы. Өзбекстан отаным, отанымды жыр етем, тәуелсіздік мәңгі боп, бұзылмасын берекең. Бұл байқау біраз жастарды өнерге баулады деп ойлаймын, себебі бұл бірінші рет емес. Осы арқылы көптеген баланың бағы ашылды. Қаншама бишілер шықты, қаншама терме айтатын жас өнерпаздар шықты. Байқау бір жағынан бұл достыққа шақырады, ұйымшылдыққа шақырады. Қанша біз бәсекелескенімізбен біз өмірде шынайы достармыз. Тамдылық жастардың өнер нәрінен сусындауында, бойындағы ұлттық құндылықтарға деген қызығушылық пен құштарлықтың қалыптасуында әрине ұлағатты ұстаздардың алар орны ерекше. Байқауда шәкірттерінің сыннан сүрінбей, барлық шартты шебер орындауында оқытушылар қолғабыс жасап отырды. Ал оқушылардың нағыз жанкүйері болған ата-аналар әрбір сәтті толқуымен бақылап, перзенттерінің жетістікке жетуі үшін қолдап қуаттады. Міне балалардың білім алуымен бірге мінекей өнерлері күшті. Жылда келіп осы балалардың өнерін көремін. Жақсы балалардың өнері күшті, жақсы талаптары да күшті. Мінекей еңбектері жана берсін, өнерлері аса берсін, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болып, аңсаған армандарына жетсін. Біздің Тамды ауданымыз өте бір ерекше аудан. Дұрыс? Тұрғындар саны аз болғанмен, ауданымыздың жер көлемі өте үлкен. Тұрғындары жасайтын ауылдар бір-бірінен өте алыс қашықтықта орналасқан. Бірақ соған қарамастан, қазір мен бір мысал ретінде айтайын, Құлымбеттен келіп отыр. Тамдыға 250 км осы аудан орталығына. Одан кейін мына жағымыз Аққабақтан келіп отыр. 160 км.
Тамдау аудан орталығына. Енді бер жақтарында ауылдарда бар. Бұның өзі сонша алыс жерде алысты жақын демей келіп отқандары осы мектеп басшылығының, осыларды дайындап келген оқытушыларының, осы оқушыларымыздың өнерге деген қызығушылығы осы аудан орталығына жетектеп келіп отыр. Ұйымдастыру басқа оңай, бірақ оны айналан қолдап қуаттамаса, ата-аналар, сол мектеп ұжымы қолдап қуаттамаса, бұл нәрселер өзінен өзі болмайды. Міне осылардың ұйымдастырып жатқан мектеп басшылығына, ата-аналарына, барлығына мыңнан бір алғысымды айтамын, рахметімді айтамын. Біз биыл осы ұлттық киіміміздің жақсы шығуына тек өнер емес, ұлттық киіміміздің де жақсы шығуына үлкен назар аудардық. Біздің осындай киімімізді тіктіріп берген, өздерінің үлкен үлесін қосқан ата-аналарымызға және де 6 мектеп ұжымына рахмет айтамыз. Және өткен жылғыдан ерекше тұсымыз біздердің домбыраға және де 10 оқушы қосылғандығы және ұлттық әшекей бұйымдармен мектебімізді, ауылымызды жақсы таныстырып, өзімізді жақсы мәрелерден көрінуге тілеп қаламыз. Байқауға жоғары көңіл күйде келдік. 3-ші мектептен дарынды оқушыларымызды алып келдік. Біз тек қана бұл жерге өнерімізді паш ету үшін емес, барлық мектептермен жақсы қарым-қатынаста болдық. Бұл жерде оқушыларымыз жоғары көңіл күйде мектебімізге оралмақтамыз. Біз бұл байқауға 3-4 жылдан бері қатынасып келеміз. Бұл байқаудан негізінен ән, күй және де би, терме бұл жылдан бастап халық әндері қосылды. Әрбір шартта біздің дайындығымыз өте ерекше болды. Бұл негізінен біз қорға Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлақ әнін орындап бердік. Ақбұлақ әні қазақтың кәдімгі керемет әндерінің бірі. Ал біз күйге Ерке Сылқым күйін орындап бердік. Ал биге қазақтың қарапайым билерінің бірін орындап бердік. Мысалы, бірін айтатын болсақ, Сылқылдақ биін орындап бердік. Ержегіс Әбдиевтің Анаға сағыныш атты термесін орындап бердік. Бұл сайысты жылдан жылға осы қазақтың салт дәстүрлерін алға жетелеп алып, ұмыттырмай алып келе жатқан осы мәдениет үйі ұжымына және де Жұлдыз Өтемұратова апайларымызға үлкен рахметімізді білдіреміз. Және де бізді осы байқауға жетелеп алып келген ата-аналарымызға, мектеп ұжымына үлкен рахметімізді білдіріп қаламыз. Және де басқа мектептерге сәттілік, өзімізге жеңіс тілеп қаламыз. Ең жақсы конференция мен Қазылар алқасының шешімі бойынша бас жүлде номер 12-ші жалпы орта білім беретін мектептің дарынды оқушыларына бұйырды. Ал бірінші орынға номер 16-ші мектеп лайықты деп табылды. Екінші орынды 2 бірдей мектеп, яғни номер 1-ші және номер 13-ші жалпы орта білім беретін мекеме иеленсе, үшінші орынды да 2, номер 7-ші және номер 15-ші мектеп оқушылары қанжығасына байлады. Сонымен қатар байқауға қатысқан оқушылар арасында ең жақсы жас жүргізуші, ең жақсы хор, ең жақсы халық әні, ең жақсы би, ең жақсы оркестр, ең белсенді мектеп аталымдары бойынша да лайықтылар марапатталды. Шара соңында ұйымдастырушылар жеңімпаздарға арнайы диплом және бағалы сыйлықтар тапсырды. Жалпы мына ауданымызда өткерілетін өзінің 50 жылдық тарихы бар ән күй байқауына қатысып отырмыз. 12-ші мектеп командасы. Бұл сайыстың өтілуінен негізгі мақсат жастардың бос уақытын мазмұнды пайдалану және өзіміздің қазақи салт дәстүрімізді кейінгі ұрпаққа дәріптеп бару және осы кейінгі ұрпағымызға мұра ретінде қалдыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әр жылы өткеріледі. Біздің осы байқауда жеңімпаз болуымыз біз үшін көп жылдар бойы арман болған. Біз осы сайыста жеңімпаз болу үшін 2 айдан астам көлем уақытта
біз қатаң түрде дайындалдық, өте үлкен еңбек жасадық. Барлығы оқушыларымыз, оқытушыларымыз, барлық жаттықтырушылар аянбай жұмыс жасады. Барлығының еңбегін біз бағалаймыз. Осындай жарыстарда барлық командаларға, мектептерге жеңімпаз болу, осы жеңімпаздықтың бақытын сезіну барлығына нәсіп етсін. Біз осы сәттерді барлығына тілейміз және алдымыздағы Наурыз мерекесіндегі барлық мейрамдармен Өзбекстан халқын және қазақ халқын шын жүректен құттықтаймыз. Я қадірменді ағайын, көзді ашып жұмғанша қоштасар сәтте таяп қалды. Ендеше көріскенше күн жақсы, аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.